Балалар, сабақты бастамас бұрын бүгін біз 3 топқа бөлініп аламыз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Classroom Green арқылы 3 топқа бөлінеміз. Кестік па? Кәні 3 топ. Әрқайсының өздерінің аттарында оқыған арқылы бірінші топ, екінші топ, үшінші топқа бөлінеміз. Кәні жылдамдатып бөлінеміз топқа. Балалар, бәріміздің алдымызда бағалау шкаласы тұр. 1-ден 10-ға дейін балдық. Әрқайсымыз әр тапсырманы орындаған кезде дұрыс жауап берсеңдер, қанатшаны жылжыту арқылы балдық шкаламызды қойып отырамыз. Сабақтың соңында кім қанша балл алған осы арқылы қоямыз. Және міндетті түрде астына аты жөнімізді жазамыз. Топ мүшелері, топтағы отырған оқушылардың аты жөндерін жазып, қасында кім қанша балл алды соны белгілеп отырамыз. Балалар, біз топқа бөліндік, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Ал енді келесі бөлмеде бізде не дайындалып тұр екен көрейік. Келесі бөлмеде аквариум әдісі арқылы үй тапсырмасы сұрау. Яғни өткен сабақты еске түсіру. Сіздердің алдарыңызда аквариум тұр. Соның ішінде бізде өткен сабаққа берілген сұрақтар тұрады. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы үй тапсырмасын қорытындылаймыз. Келістік па? Келістік. Баста. Қарапайым құрылыс дегеніміз кейбір қарапайым омыртқасыздар, мысалы амеба, кірпікшелер, кебіштер диффузия арқылы бүкіл дене бетімен газ алмасады. Жарайсың, отыра ғой, керемет. Енді келесі үй тапсырмасындағы сұрақты кім айтады? Сезім айта қойшы. Телік мысалы, яғни сумен қоршалған шұбалшындар сияқты омыртқасыздар терісі оттегін сіңіріп, көмірқышқыл газын бөліп шығарады. Керемет. Отыра ғой. Келесі үй тапсырмасы. Алмаз айта ғой. Трахеялар жүйесі дегеніміз ол бунақ денелерде, яғни шегіртке қоңыздарда трахея деп аталатын түтікшелер болады. Ол денеге оттегін тасымалдайды. Керемет. Отыра ғой. Жарайсың. Келесі үй тапсырмасын. Аягөз, тұра ғой. Өтпелі қапшықтар өрмекші тәрізділерде өтпелі тәрізді қапшықтар кездеседі. Керемет, отыра ғой. Келесі үй тапсырмасын. Жанерке айта қойшы. Сүт қоректілер өте күрделі және тиімді тыныс алу жүйесі бар. Өкпе альвеолаларға бөлінеді және бұл газ алмасу жүйелерінің алдарын арттырады. Керемет. Келесі үй тапсырмасында Санжар айта қойшы. Санжарға береміз қыздар тездетіп. Құстар өкпе және ауа қапшықтары. Қосымша ауа қапшықтары тыныс алуды тиімді етеді. Газ алмасу тек өкпеде жүреді. Керемет, отыра ғой. Жарайсыңдар балалар, осымен үй тапсырмасы бізде аяқталады. Балалар, біз үй тапсырмасын сұрап қорытындылап болдық. Енді келесі бөлмеде бізде не күтіп тұр екен? Миға шабуыл, суретті сөйлету әдісі арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашады екенбіз. Біз экранда не көріп отырмыз? Өкпе. Керемет. Енді бізде бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктері. Яғни сабақтың мақсаты 7-1-4-5 адамның тыныс алу мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін танып біледі екенбіз. Жаңа тақырыпты түсіну үшін біз бірінші видео сабақ көреді екенбіз. Бәріміз назарымыз экранда болады, видеоға назар аударамыз. Тақырыпты ары қарай түсіну үшін бізде тапсырмалар орындайды екенбіз. Келесі бөлмеде бізде топтық жұмыс екен. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бірінші топқа берілетін жұмыс тыныс алудың мағынасын түсіндіресіңдер. Екінші топтың жұмысы тыныс алу мүшелерінің құрылысын сипаттайсыңдар. Үшінші топтың жұмысы өкпенің қызметіне сипаттама бересіңдер. Балалар, дескрипторға мән береміз. Бірінші топта тыныс алу маңызын және қызметін анықтайсыңдар, 1 балл. Схема бойынша тыныс алу мүшелерін атап бересіңдер, 1 балл. Және макет бойынша түсіндіресіңдер, 1 балл. Екінші топ тыныс алу мүшелерінің құрылысын анықтайсыңдар, 1 балл.
мұрын қуысының қызметін анықтайсыңдар 1 балл, көмек құрылысының қызметін анықтайсыңдар 1 балл. Яғни 3 балды шкаламен бағаланасың. Үшінші топ дескриптор өкпенің қызметіне сипаттама бересіңдер 1 балл, өкпенің құрылысын схемаға жазасыңдар 1 балл, өз жазғандарыңды сыныптың алдында қорғап шығасыңдар. Яғни топтық жұмыс 1-ші топ, 2-ші топ, 3-ші топ дескриптор арқылы топтық жұмысқа 3 балдық шкаламен бағаланады екенсіңдер. Барлықтарың топтасып, мен сіздердің алдарыңызға постер таратамын. Постермен де қорғасаңыздар болады, және экран арқылы макетті шығарып қоямыз суретті, сол арқылы қорғасаңыздар да болады. Бірінші топтың тапсырмасы тыныс алудың маңызын түсіндіріңдер. Тыныс алу жүйесі өте маңызды. Газ алмасу қызмет атқарады, газ алмасусыз тіршілік жоқ. Оттектің ұлпаға еніп, көмір қышқыл газының шығарылуы қан арқылы қамтамасыз етіледі, және бұл тыныс алу мүшелері арқылы жүзеге асады. Бұл бізде тыныс алу жүйелері мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек жатады. Бірінші топтың тапсырмасы мұрын қуысы мен көмейдің құрылысы. Бізде мұрын қуысы жоғарғы сайша, ортаңғы мұрын сайшасы, төменгі сайша, және де мынау бізде есту түтігінің жұтқыншақ тесігі. Бізде танау тесіктері арқылы ауа мұрын қуысына өтеді. Мұрын қуысының ішкі беті шамамен 100 см квадратты құрайды. Сілемейлі қабық бөлетін сілемейлі ауа және шаң тозаң мен микробтарды ұстап қалады. Мұрын қуысының сілемейлі қабығында иісті қабылдайтын иіс сезу жүйесінің ұшы орналасады. Көмейдің құрылысы 5 бөліктен тұрады. Көмей қақпашасы, қалқанша шеміршегі, дыбыс шеміршегі, дыбыс саңылауы және кеңірдектен тұрады. Көмейде ең үлкен шеміршек орналасқан, және ол ер адамдарда өте қатты дамыған. Көмейдің іші қуыс түтік болады, ол мойынның алдыңғы бөлігінде орналасқан. Баста. Бізде үшінші топқа берілген тапсырма өкпе. Өкпе кеуде қуысында орналасқан шымыр, кеуекті, жұп мүше. Оң жақ өкпе сол жақ өкпеге қарағанда үлкенірек болады, себебі бізде сол жағымызда жүрек орналасқан. Оң жақ өкпе жүргелерде бөлінген 3 бөліктен: жоғарғы, ортаңғы, төменгі, ал сол жақ өкпе жоғарғы және төменгі деп 2 бөліктен тұрады. Өкпенің сыртын жұқа қабықшамен 2 жапырақшадан құралған өкпе қап жауып тұрады. Өкпенің ішкі құрылысына келетін болсақ, бізде альвеола. Альвеоланың диаметрі 0,2-0,3 мм, ал тереңдігі 0,6-0,3 мм. Ауаға толы өкпе көпіршігі. Өкпе көпіршігінің қабырғасы бір қабатты пеледен тұрады, ал капилляр қалың тормен шырмалған. Капилляр мен өкпе көпіршіктерінің жұқа қабырғасы арқылы газ алмасу жүреді. Адам өкпесінде шамамен 700 миллион өкпе көпіршіктері бар. Өмірмен байланыстыра келсек, өкпе ешқашан суға батпайды, себебі альвеолалардың ішінде газ болады, сондықтан ешқашан суға батпайды. Балалар, келесі тапсырма бізде екінші тапсырма жұптық жұмыс екен. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ сіздерде, яғни жұптасып арқылы тапсырмаларды орындайды екенсіздер. Қазір сіздердің алдарыңызда тапсырмалар таратылады, сол арқылы жұптасып жұмыс атқарады екенбіз. Яғни дескриптор суретке қарап, қай тыныс алу мүшесі не жататынын табасыңдар және салыстыра отырып түсіндіресіңдер. Тексеру барысында көрші жұптаспен тексеру арқылы арттағы оқушылар алдыға беру арқылы тексересіңдер. Берілетін уақыт 3 минут және 3 балды шкаламен бағаланады екенсіңдер. Ал уақыт кетті. Бастаймыз. Балалар, келесі тапсырма, үшінші тапсырма адасқан әріптер арқылы біз қазір
тапсырма орындайды екенбіз. Біріншіге Аружан келе ғой. Аружан, келесі кім шығады? Аида келе ғой. Шынарай, кел. Мейіржан, Арнат, кел, тез. Нұрислам, Ибрахим. Бәріміз тапсырманы орындаймыз кәні. Кім қандай балалар біртіндеп? Аха, керемет, келесі. Яғни бізде қандай сөз шықты бұл жерде? Отыра ғой. Үшінші тапсырманың нәтижесі балалар. Бізде өкпеге тасымалдаушы кім екен? Бронх. Дәм сезу мүшесі? Ауыз. Керемет. Көмейдің жалғасы? Керемет. Тыныс алу мүшесі? Керемет. Иіс сезу мүшесі? Тыныс алу мүшесінің бірі? Өкпені қорғайтын сүйек? Және ең соңғысы тыныс алу жолы бізде? Керемет. Балалар бүгінгі үшінші тапсырманы жақсы орындады. Келесі бөлмеде бізде төртінші тапсырма. Сәйкестігін тап. Жеке жұмыс екен. Балалар, әрқайсымыздың алдымызда парақтан жеке жұмыс берілген. Соны ортасына дұрыс жауаптарын белгілеп табасыңдар. Дескриптор, тыныс алу мүшелерінің ақпараттық қызметін анықтайсыңдар 1 балл, дұрыс жауаптардың сәйкестігін табасыңдар 1 балл. Яғни төртінші тапсырмада бізде 2 баллдық шкаламен бағалайды екенбіз. Ал бізде тексеру көші жүгінмен тексер әдісі арқылы бір-бірлерімен алмастырып жұмысты тексереміз. Берілетін уақыт 3 минут, балалар бастаймыз уақыт алмай. Өшір. Балалар, жеке жұмысты аяқтадық ба? Енді көршілерімен алмасыңдар, көршімен тексеру әдісі. Дұрыс жауап болса, 2 балл қоясыңдар. Қазір мен сіздерге дұрыс жауабын экранға шығарамын. Кән балалар, дұрыс жауапты экранға шығарамыз. Жауабы нұсқасы. Мұрын уысы жұпқыншақ көмекей кеңгірдік өкпе. Яғни бәріміз осы дұрыс жауап арқылы тексереміз. Дұрыс жауапты бізде жасанды интеллект арқылы сіздерге түсіндірді және экранға шығарайық. Барлығымыз сәйкестігін тауып жауапты табамыз. Бәріне 2 балл, дұрыс болса 2 балл, дұрыс емес болса 1 баллдық шкаламен бағалаймыз. Тез. Баста. Тоқта. Балалар, жауаптарды белгілеп дұрыстап балдарыңызды қойып болсақ, келесі бөлмеге көшейік. Келесі бөлмеде бізде Зейкрейдік платформасы арқылы жаңа сабақты қорытындылайды екенбіз. Дескриптор, тыныс алу мүшелерінің ақпараттық қызметін анықтап, дұрыс жауабын тауып, әрқайсымыз дұрыс болса 1 баллдық шкаламен бағалап қояды екенбіз. Әрқайсымыздың алдымызда тест сұрақтары тұр. Тест сұрақтарын тест жауап парақтарына белгілеп шығамыз. Міндетті түрде төбе жағына өзіміздің аты жөнімізді жазамыз. Келесі қой, ал бастаймыз. Аяқтаймыз. Енді мен сіздердің дұрыс жауап бергендеріңді, бүгінгі жаңа сабақты қалай түсінгендеріңді өз телефоныммен сканерлеп, кім қанша балдық шкаламен бағаланды, соны тексеріп шығамын. Я, балалар, я? Кәні тез сканерлеп шығамыз қазір. Кім қанша бағалған? Керемет. Келесін қоя беріңіз. Керемет. Тоқтат. Келесі. Болма? Яғни, біз жаңа сабақты қорытындылау барысында балалар керемет жоғарғы деңгейде нәтиже көрсетіпсіңдер. Соның қатарында бізде 2 оқушы аттарын жазбапсыздар, қалған оқушылар 80%-бен 90%-ді көрсеткішті көрсеттіңіздер. Міне барлықтарыңыз керемет жауап бергенсіздер. Жарайсыздар балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау барысында өте жоғары деңгейде көрсеткішті көрсеттіңіздер. Сабақты
қорытындылап болдық. Келесі бөлмеде бізде рефлексия 3-2-1 әдісі арқылы бірінші топта сіздер кері байланыс жасайсыздар. Сабақты басың арқылы нені меңгердің? Екінші топ, сабақты жүрегің арқылы нені сездің? Үшінші топ, сабақта қолың арқылы не жасай білдің? Сол арқылы бір ауыз сөзбен сабақты бүгін қорытындылаймыз. Басым арқылы тыныс алудың маңыздылығымен және тыныс алу мүшелерімен таныстым. Мен бүгінгі сабақта жүрегім арқылы тыныс алу мүшелерінің маңыздылығын қаншалықты екенін түсіндім. Мен бүгінгі сабақта мен қолым арқылы тапсырмаларды орындадым. Келесі балалар келесі бөлмеде бізде үй тапсырмасы екен. Балалар бәріміз 31-ші параграфты оқимыз және 131-ші беттегі тапсырманы орындаймыз. Жарай ма? Енді бағалайық бірін-бірімізді. Балалар, сабақты кім қанша балл алғанын қорытындылайықшы. Кім қанша балл алды екен? Бірінші топта топ мүшесі Алия қанша балл алдың? Мен топтық жұмыста атсалысқаным үшін 3 балдан алдым. Жұптық жұмыста тағы да атсалыстым. Жеке жұмыста бәрін дұрыс шығарды. Общий баллыңыз қанша? 10 балл. 10 балдық жүйемен керемет. Екінші топта Мунира айта ғой. Бүгінгі сабақта мен 3 балды топтық жұмыстан алдым және де жұптық және де жеке жұмыстан алдым. Менің барлық бағам 9 балл болды. Керемет. Үшінші топта кім? Айда айта қойшы, бүгінгі балаға сабақта қанша балдық шкаламен бағаладың? Мен бүгінгі сабақта 9 балл алдым. Топтық жұмысқа атсалысқаным үшін 3 балл, адасқан әріптерге шыққаным үшін 1 балл және де жеке жұмыс, жұптық жұмысқа атсалысқаным үшін бағалаймын өзімді. Общий қанша балл алдыңыз? Жалпы баллыңыз 9 балл. Керемет, отыра ғой.